Sen gülüm dep qarag'aningda men o'zgani qalamadim da o'tinemin sen g'ana bo'lsang yuragimning qaramag'inda o'tsa-da qancha jil men aylarda umarman sen turali kunni o'ylauga ko'nglim tushsa bir кезде esib qaydaman sog'inganingda ko'z. Bugungi sabaqqa saflik qiyin bo'lib, shun yurakdan sabaqqa belsenli қатысамыз. Qarang. Sabağımızı бастамас бұрын балалар, біз бүгінгі sabağımızды бағалауын түсіндіріп кетейін. Бәйге арқылы бағалайтын боламыз. Бірден 10-ға дейінгі сандармен бағаланасыңдар, иә? Жақсы, арғатта кеттік. Бірқас топқа бөлініп алайық, қазақ үй әдісі арқылы. Үйді басамыз, үйдің астынан сан шығады. 1 деген сан шықса бірінші топқа, 2 деген сан шықса екінші топқа кеп жайғасамыз. Келе ғой, келдер, барлығын бер қарта келеміз. Қане, мына жаққа тұра ғой, былай. Ұстап қане. Жақсы, қане жайғасыңдар. Жақсы балалар, топқа бөліндік. Енді өткен сабақты есімізге түсірейік. Шынжыр әдісі арқылы, шынжыр сұрақтар арқылы өткен сабақты есімізге түсірейік. Қол көтеріп жауап береміз. Жауап берген бала жаңағы бағалауын бір балға көбейтіп отырады. Қане, қол көтеріп жауап берейік. Мұстафа? Зат есім деген не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімнің сұрақтары кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Өте жақсы, тамаша. Жақсы, тамаша. Келесі. Негізгі және туынды зат есім дегеніміз не? Аяла. Негізгі туынды зат есім деген не? Негізгі туынды зат есім деген түбірден болған зат есім. Түбір сөзден болған зат есімді қандай зат есім дейміз? Негізгі зат есім деп атаймыз. Ал, одан кейін түбір сөзге журнал балғы арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атаймыз. Жақсы, өте жақсы. Қане, балыңды бір жаңа сұраққа жауап берген балдарыңды қойып отырыңдар. Бағаларыңды. Келесі. Келесі. Бәне, Хакім. Етістік деген не? Етістік дегеніміз іс-қимылды білдіретін сөздер. Етістіктің сұрақтары не қылды, не қайтты, не істейді. Жақсы, тамаша. Бағалауды бір балға жоғарылата қой. Келесі. Негізгі етістік дегеніміз не? Қане, кім айтады? Негізгі етістік дегеніміз не? Жақсы. Сабина, негізгі етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз журнал жалғау қосылған сөзді айтамыз. Жақсы балалар, үй жұмысына тиянақты дайындалған екенбіз. Ережені бәріміз біледі екенбіз. Ары қарата келесі тапсырманы орындауға дайындалайық. Келесі тапсырма бізде балалар, жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында осындай сендерге пазл әдісін ұйымдастырып отыр. Бұл пазл жаңағы қазір бетінде тұрған жазулар бойынша өздерің іс-әрекет қимылын жасайсыңдар.
содан кейін ашып келесі жаңа тақырыпты шығаратын боламыз. Жауап берейік, иә? Кәне келесі. Іс әрекет қимыл арқылы көрсетеміз, иә? Айта ғой, бірінші оқысаңшы. Бірінші тұрғанда. Айт. Жоқ, айт. Бір нәрсені айт. Иә, мысалы? Бүгін сабағым жақсы оқиын. Жақсы, аша ғой. Бүгінгі біздің жаңа сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз жетістік. Мақсаты болымды және болымсыз жетістіктердің айырмашылығын анықтаймыз және дәріптерімізге баз әріп пен кіші әріптердің биіктігіне мөлшерін сақтап, көлбеу үзбей және біркелкі жазу қарқынын жеделдетеміз. Ал жақсы, иә? Бүгінгі жаңа тақырыбымызға мақсат қояйық. Оқу мақсатын қояйық. Кәне? Қакым? Болымды және болымсыз жетістіктердің қалай болатынын білемін. Тағы да не білгіміз келеді осы болымсыз? Болымды және болымсыз жетістіктерді өмірімізде қолдануды үйренеміз. Өмірімізде қолдануды үйренеміз екен. Тағы да не үйренгіміз келеді? Барлығымыз тақтаға қарайық. Бүгінгі жаңа тақырыптың видеосын көріп алайық. Тыныш. Сонымен балалар жаңа өздерің көргендеріндей етістік мағынасына қарай екіге бөлінді. Болымды етістік және болымсыз етістік. Болымды етістікке қимыл әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Болымсыз етістік қимыл әрекеттің жүзеге аспауын, болмауын білдіреді екен. Болымсыз етістікке ма, ме, ба, пе, па, пе жұрнақтар жалғанады. Жұрнақтар жалғану арқылы болымсыз етістік жасалады екен. Ал енді кәне осыған мысал келтіріп көрейікші кәне балалар. Кәне болымды және болымсыз етістіктерге қатыстырып мысал келтірейік. Кәне, ясымен айтады. Болымсыз жетістік күлме. Күлме, күлме, тағы да. Шашпа, тағы да. жазба. Күлме. Күлме дейді, тағы да кәне. Жүзбе, тағы да. Жинама, тағы да. Жазба дейді. Жақсы. Балалар, осы болымды және болымсыз етістікке байланысты қандай ырым тиымдарды біледі екенбіз?
Қане айтып кетейік, Сабина? Балдық теппе. Бұндағы теппе. 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 Қандай етістікке жатқызып тұрсың? Болымсыз. Болымсыз, яғни тебуге болмайды. Мағынасы. Малды тепсең? Балды тепсең киесі өзін тұрады. Ұрады. Киес ұрады. Аха, жақсы, келесі. Үйде сықырма. Үйде сықырма. Болымсызға жатады. Сықырма. Бұл істеуге? Болмайды. Болмайды, сықырма. Иә? Неге? Үйде сықырма. Мағынасы қалай енді? Айтып жатады, иә? Ақша болмай қалады үйде деп сықыруға болмайды екен. Жақсы, арғаттар. Аха, мөлдір. Сенді құшақтама. Аха. Бұдағы Болымсыз етістік. Құшақтама. Құшақтама. Жақсы. Көк шөпті жұлма. Аха. Бұндағы болымсыз етістік жұлма. Аха, жұлма. Келесі. Есікті керме. Есікке керме дегеніміз мағынасы үйге береке келмейді. Үйге, иә, жақсылық та, байлық та, Бәрі есіктен келеді. иә, сол себепті Есікті керуге болмайды. иә, керме деген сөз қай етістікке жатады? Болымсыз. Болымсыз етістікке жатады екен. Тағы барып айтамыз деймін. Ақты төкпе. Ақты Бұндағы болымсыз етістік төкпе. төкпе. Аха, келесі. Көк шөпті жұлма. Аха, айттық оны. Жақсы, иә? Қайталамаймыз. Жақсы. Билердің осы болымсыз және болымды етістікке айтқан сөздері бар. Бір үйдің атасы болма, көп елдің данасы бол. Иә, бұндағы болымды болымсыз етістік? Болма. Болма. Жақсы, аха. Бір тонның жағасы болма, бар қолдың данасы бол. Аха, бұндағы болымды болымсыз етістік? Болма. Жақсы, келесі. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бұндайға болымсыз етістік болма, бол. Аха, жақсы, келесі. Бір үйдің атасы болма. Аха. Бір үйдің данасы болма. Данасы бол. Данасы бол. Болымды болымсыз. Қай сөздер болымды болымсыз? Болма. Жақсы, келесі. Енді дәптерімізді ашайық, күнді жазайық. Мұстафа тақтаға шығып жаза ғой. Жүзге. Ал енді айта ғой, қайсы болым дейсіз, қайсы болымсыз етістік екен? Болымды, жүзбе, болымсыз. Болымсыз етістік. Өтір қоя ғой, арқатта жалғастыра қой. Қартым, келесі. Аха. Қандай сөз еді? Жаз. Аха, жаз. Аха, жаз. Аха, келесі Сабина бар ғой. Аха, бері қарай қолдар қайталады. Бері қарай. Аха, бері қарай. Жақсы. Отырайық, орнына отыра ғой. Жақсы. Бәріміз жазып болдық па? Аха, жақсы. Бағалауларыңызды кім нешеге апарып қойды? Жаңағы айтқан ырым-тыйым сөздерінде, билердің айтқан сөздерін бәрін айтқан балалар бір балға жоғары қоямыз. Тақтаға шығып жатқан балдарыңды бір балға жоғары қойып қойыңдар. Аха, жақсы. Аха. Жақсы, тақырып түсінікті болып жатса, арқарда енді жұмысымызды жасайық, балалар. Қазір балалар сендер де жұптық жұмысты орындайсыңдар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты болымды және болымсыз жетістіктерді неменеге, мына жерде көрсетіп тұр ғой, иә? Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Осындағы болымсыз жетістіктерді бос тұрған жерлерге жазасыңдар. Түсінікті ме? Жұптасып орындаймыз, иә? Яғни екі бала біреу орындаймыз.
керек болса кәне Жұлма деп жазайын. Мына жерде алтын теппе төкпе. неге солай бұндағы жаңағы болымсыз етістіктер қайсысы? Тұрма. Жаз тұрма. 4 болымсыз етістік бар, е? Болған жүктер келе бере ғой, бер қатта келе бер. Қане, айтып кете ғой. Босағада тұрма. Болымсыз. Етістікте батай ғой жылда, болымсыз етістіктерді. Тұрма, айта ғой сенде. Жылма. Төкпе. Теппе. Жақсы, тамаша. Енді мына жерден қолдарыңа екі қағаздан алып алыңдар. Өздерің кез келген алып алған жерге тұра қой. Алып алған жерге тұра қой. Айта ғой. Тұрма, жылма, теппе, төкпе. Жақсы, мына жерден екі алған жерге барып тұра қой. Ала бер, жоқ, ала бер, кез келген алып бер қатта қаратып ұстаңдар. Жақсы, болды. Екі-екіден ұста. Жақсы, наны сен ұста. Жақсы, наны ұста. Ал, кәне. Жоқ, енді неме деді ғой? Ал, кәне. Ал, енді осы жерден іздеңдер. Жартысын іздеңдер. Қатынге бере ғой сен. Сенен ана иттің жартысын таба ғой. Әкел, ұстап ал сосын итті ал. Шықты алсан че. Тұрыңдар. Жақсы. Қане, жақсы есік келіпті. Ақ кепті, ай кепті. Жақсы. Ал енді осы берілген суреттерге қатыстырып бір немене құрап жіберейік, е? Болымсыз етістіктерге қатыстырып айтып жіберейік. Есікті керме. Тыныш. Бос бесікті тербетпе. Бос бесікті тербетпе. Кәне келесі. Нан қоқымын. Шаштаңдар. Айға саусақты шошайтуға болмайды. Жақсы, келесі. Ақты төкпе. Есікті керме. Ақты төкпе. Бер қарта қара. Есікті керме. Есікті керме. Итті тебуге болмайды. Жақсы, тамаша, жақсы отырайық орнымыз. Мына жерге қойып. Жақсы отырайық орнымыз. Жаңағы жүктік жұмыс орындағы балалар шкаламызды тайға көтереміз. Бал қою шкаласын көтереміз. Келесі тапсырма бізге сергіту сәті. Қазір сергіту сәтін осы жасанды интеллект арқылы жасалған сергіту жаңағы оюлар биімен билеп көрсетеміз. Жаз. Қатыр. Бұл қарғата бер келесіне. Қатар. Ойланма. Жақсы, келесі. Жатпа. Болымсыз. Келесі. Кел. Жақсы, тамаша. Кәсір. Жақсы. Шакелі. Аш қатар.
Тамаша. Тамаша, жақсы. Енді тексерейік, иә? Қане, жауабын көрейік. Иә, 26 барлығы, яғни барлығы жауап дұрыс. Жұмыс бірінші топқа берілетін тапсырма бұл етістіктерді сәйкестендіреді. Бұл біздің Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңіндегі жаңағы болымды және болымсыз етістігі бар сөздерден. Соны сәйкестендіреміз, иә? Болымды етістікке бар болса болымды етістікке, болымсыз етістікке қарай сәйкестендіріп сызамыз. Тапсырманы мұқият орындаңыз. Топқа берілген тапсырма тыйым сөздерді толықтырып жазамыз. Көп нүктенің орнына тиісті астында тұрған керекті сөздерді қойып жазамыз. суға барман емес. Қашық бол. Жақсы. Жер қарта келейік. Бер қарта келейік. Орын таппай мақтанба, болымсыз етістік. Орын таппай мақтанба, болымсыз етістік. Ар қартаға қалған сөйлейік. Ойнап бірге, бес нәрсе болымды етістік. Бес нәрсеге артық бол, болымды етістік. Адам болам десеңіз, болымды етістік. Бес нәрседен ашық бол, болымды етістік. Құмардан шаттанба, болымды етістік. Жақсы, жақсы, молодец, жарайсыңдар. Bir қарта алып шығыңдар енді. Ал кәне ойта ойындар. Бос бесікті тербетпе. Түнде суға барма. Үйді айнала жүгірме. Шегіңді тартпа. Шегіңді айта ғой, кім айтсын? Кәусар айта ғой. Шегіңді тартпа. Тізеңді құшақтама. Тізеңді құшақтама деген сөздер. Бұл қандай сөздер жазыңдар сендер? Болымсыз. Болымсыз етістіктерді. Жақсы. Отыра қойыңдар. Жаңағы топтық жұмыста бәріміз белсене қатыстық, сондықтан бағамызды жоғары тағы да бір балға көтеріп қояйық. Өте жақсы. Жақсы. Болсақ бәріміз бері қарайық. Қане, оқушы қалай отырады? Отырамыз, е? Ал балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Жақсы ұнаса, ондайша бүгін сабағымызды жаңағы қорытындылау мақсатында сендерге осындай асықтарды таңдап алып келдім. Осы асықтарды сендер таңдайсыңдар, одан кейін сендерге жаңағы сұрақтар берілген сабақты бекітейік сөйтіп. Кәне Сабина, қандай асықтың түрін таңдайсың? Қандай бол? Болымсыз етістік дегеніміз қимыл іс-әрекеттің жүзеге аспауын болмауын білдіреді. Жақсы. Келесі. Шығарып дейді. Қажеті мен ала ғой. Қандай ғой? Асықтың түсін. Ал. Етістік тұлғасын қарай нешеге бөлінеді.
екіге бөлінеді. Қандай қылып? Түбір, ой, болымды болымсыз. Болып, екі. Келесің сабақ? Қалай өтші? Ал. Болымды және болымсыз етістікке мысалдар келтір. Жүгір, жүгірме, секір, секірме, ойна, ойнама. Болымды етістік деген не? Болымды етістік бір нәрсенің жүзеге асуы білдіреді. Болымды етістік қимыл іс әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Жоқ, мынау тақырыпты жасап. Етістік іс әрекеттің қимылын білдіретін сөздер. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі бізге берілген тапсырманың бәрін орындады. Жақсы, орындап шықтық, бүгінгі сабақ ұнады ма сендерге? Ұнаса кім қандай балалы деген, кәне айтып беріңдерші, кәне хакім айта ғой. Мен 9 бала алдым. 9 бала алдым дейді, жақсы, кәне келесі. Сабина? Мен 10 бала алдым дейді. Неге өйткені? Берілген барлық тапсырманы орындап шықты, кәне келесі? 9 бала. 9 бала алдым дейді, кәне? 9 бала. 9 бала алдық дейді, 10 бала алдық дейді. Ал кәне айнала? 9 бала алдым дейді. Мөлдір? Мен 8 бала. 8 бала алдым дейді. Міне, қане бәріміз бір-бір қол шапалақтап қояйық. Олай болса, жаңағы бәріміз бағдаршам арқылы кері байланыс жасайық. Егер жаңағы сабақ түсінікті болды десе, сарыны басамыз, тағы да түсінгім келеді десек, көкті басамыз, ал әлі мен мүлдемге түсінген жоқпын десек, онда қызылды басамыз. Кәне, бәріміз келіп басайық. Өздерің аттарың тұр, әрқайсы оқушыға. Сабақ түсінікті болсын десек, түсінікті маған десек, онда сары түсті басамыз. Үйге тапсырма балалар. Күнделіктеріңе жазып алыңдар. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма, ойыңды дәлелдеп айтып келесіңдер. Ереже жаттаймыз.